Егер жер 10 секундта тоқтаса, не болар еді? Егер дәл қазір жердің айналуы тоқтап қалса, не болар еді деп ойлап көрдің бе? Бар болғаны 10 секундқа. 10 секунд сен үшін түк емес, бірақ жер үшін бұл апаттың басталуы болар еді. Қазір біздің планета экваторда сағатына шамамен 1600 шақырым жылдамдықпен айналып тұр. Ал егер ол бір сәтте тоқтаса, бәрі де қозғалыс инерциясымен жалғасады. Яғни сен, мен, теңіздер, ғимараттар бәрі сол жылдамдықпен алға ұшып кетер еді. Бірінші секундта бүкіл әлем бойынша желдің күші сағатына мыңдаған шақырымға жетер еді. Үйлер құлап, теңіздер құрлықта лап қояды. Бір сәтте бүкіл жағалау қалалары су астында қалар еді. Ал екінші толқында 3-4 секундта мұхиттар өз бағытын өзгертеді. Апаттық толқындар материктерге соғылады. Миллиондаған тонна су құрлыққа соғылып, өзімен бірге қалаларды жұтып кетер еді. От пен апат үйкелістен аспан қызара бастайды. Ауа қабаты отқа оранып, метеор секілді ұшқындар пайда болады. Температура күрт көтеріледі, атмосфераның өзі жанып кетуі мүмкін. Адамзат не көруі мүмкін? 7-8 секундта адамдардың көбі тепе-теңдігін жоғалтады. Қатты жел мен гравитациялық соққы бүкіл құрлықтарды өзгертеді. Континенттер жылжып, таулар мен мұхиттардың шекарасы бір сәтте өзгереді. Егер қайта айнала бастаса, 10 секунд өткен соң жер қайта айнала бастаса, апаттың ізін ешкім өшіре алмайды. Атмосфера бұзылып, магнит өрісі әлсіреп, күннің радиациясы жерді күйдіріп жіберер еді. Адамзат өркениеті бір түнде жоқ болар еді. Философиялық қорытындысын айтсам, кейде бәрі баяу, еш өзгермейтін де көрінеді. Бірақ жер тірі планета. Ол тоқтаса, өмір де тоқтайды. Сондықтан тірі екеніңді сезін, әр сәтіңнің қадірін біл. Ал сен не істер едің, егер жер тоқтап қалса? Пікірге жазып кет. Келесі видеода егер ай жоғалса не болар еді туралы айтатын боламыз. Лайк бас, жазыл және өміріңді бағала.